Сәлеметсіздер ме, құрметті біздің виртуалды музей тыңдаушылары. Біз дәстүр мен ғұрып айдарын жалғастырамыз. Біздің музей қорында қазақтың халық өнері бөліміне кіретін 300-ден астам жәдігерлер сақталған. Музейімізде қазақтың сандық қолөнерінің барлық дерлік түрлері бар. Біріншісі, бұл Жамбыл облысында жасалған және бүкіл жабдығы бар қазақтың алты қанатты киіз үйі. Сонымен қатар, халықтың ұлттық өзгешелігін және дүниені қабылдау философиясын өз бойына сіңірген және ғасырлар бойы қалыптасып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан төл бұйымдар да көп. Қазақстан қолөнерінің феномені көшпелі өмір салтымен, бұйымдардың түрлілігімен, әртүрлі материалдармен жұмыс жасауда қолданылатын технологиялық әдістермен және белгілі аймаққа тән сәндік өрнекті шешімдердің ерекшелігімен анықталады. Әр туынды ерекше болып табылғандықпен, оларды жасауда шеберлер көне технологияларды пайдаланып, жұмыстарын оюлармен өрнектеп, ұлы даланың рухы мен халықтың философиясын бейнелейді. Көшпелі халық үшін киіз үй әлемнің шағын кескіні болып саналады. Киіз үйдегі әр зат утилитарлық мақсаттарынан басқа үйді безендіру объектісі ретінде пайдаланды. Кілемдер киіз үйді безендіруде басты рөл атқарды. Сондықтан бүгін сіздерге түс киіздерде көрініс тапқан қазақтың ұлттық кестесі туралы айтамыз. Түс киіздер киіз негізінен жасалған және тоқымалы болады. Кестелеу түс кілемдерді әшекейлеуде қолданылған технологияларға байланысты бірнеше түршелерге бөлінеді. Қазақтың түс киіздеріне композицияның симметриялылығы және сәнділігі, түстердің қанықтылығы тән. Түс киіз үйде кілем тұмар функциясын атқарды. Жанұяның бақытын бейнелеп, қалыңдықтың жасауына кірді. Кестелеу өнерінің қыздарды кішкентай кездерінен үйретті. Сондықтан олар ине, ілмек, түрлі түсті жіптер сияқты тігуге арналған құралдармен жақсы пайдалана білді. Ғұрып бойынша бойжеткен кілемді өзі тігіп, күйеудің үйіне әкелуге керек болды. Сол бойынша күйеуінің туыстары болашақ иесінің шеберлігін оның кілемнің әдемілігінен бағалай алды. Музейіміздің қорында әр өңірінен 7 түс киіз сақталған. Соңғы 3 туынды былтырғы жылы Қарағанды облысы бойынша ғылыми этнографиялық экспедициясынан әкелінді. Шет ауданының шебері Әлменжан Күпән жастайынан тігеді және тоқиды. Осы түс киіздерді ол өзінің жасауына жасады. Мысалға, бұл түс киізді Күпән 1967-68 жылдары аралығында біз кесте техникасында кестеледі. Бұндай кестелеудің түрі өте көп еңбек пен шеберлікті қажет етеді. Қараматан негізінде шебер дәстүрлі композициялық ерекшеліктерді кестелейді. Шеңбердегі жұлдыз, 3-5 гүлді жұлдыз кестеленген, ортасы жергілікті гүлдермен үйлесетін, күнге табынушылық деп есептелетін күн тәріздес гүлді өрнектермен жиектелген кен ернеу. Бұндай әдістер бұйымның сәндік әсерін күшейте түседі. Күн тәріздес және өсімдікті өрнектер табиғаттың жаңаруы мен құнарлыққа табыну идеясына толы. Киіздерден басқа қолөнер шеберлері үй әбзелдерінің басқа да бұйымдарын кестелеп тігеді. Біздің музей қорында Павлодар облысының халық шебері Бектұрова Күләйіш 1920 жылдары жасаған кесте бұйымы,
авторы белгісіз шілтерлі жиектері бар төсек жапқыш. Және жастық қап, авторлары Кенесбаева Гүлжан және Бахат Сауле, Қарағанды облысы.